Бүгін Жанат көкенің бір жылдық садақасы керемет кітабының тұсаукесері болады. Және үлкен жаңалығы өзі жұмыс істеген дарын мектебінде кабинетінің ашылуы болады. Соған келе жатырмын. Мынау кемелешекке кемелмен деген облыстық дарынды балалардың мектебі. Ағайын туыс, біз мына группалас достары жаңағы бір группада, бізде номер бірінші группада оққанбыз. Жанаттың өміріне естелік болсын деп, осы кабинетінде осы портрет ілулі тұрса, балаларға кәсіптік білім де болсын, балалар Ақтаудан Алматыға келіп оқысын, Жанат сияқты ұстаз болсын, Жанат сияқты керемет дарынды математик болсын деген ойменен осы портретін жасаттық арнайы. Соны алып келіп отырмыз, осы кабинетінде тұрса. Мына жерде Жанаттың арнайы выпускной альбом, енді мектеп бітірген кезде бәріңіз білесіздер. Сол жерде физика-математика факультетінің 71-75 жылы оқыған деп жазылған, және кеудеге тағатын ромбик әрбір жоғарғы оқу орнының белгісі. Ал енді мынау жерде Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің берген ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин атындағы медалі және құрметті қызметкері деген екінші медалі. Сосын осы Маңғыстау облысының құрылғаны 35-40 жылдығына арналған юбилейный медальдарымен марапатталған екен. Осыны Жансұлу сіңлісіне үлкен рахмет, осыны алдырдық. Осы дизайнерменен жұмыс істей отырып жасадық. Ал енді мынау артында тұрған сол кездегі біздің институттың бас корпусы. Осы бас корпуста физика-математика факультеті оқыдық. Ал енді мына жерде бір шумақ өлең келтірдік, соны оқып берейін. Егер өмір алтын болса, зергері оның мұғалім. Егер өмір теңіз болса, гауһары оның мұғалім. Егер өмір жүзік болса, көзі оның мұғалім. Егер өмір ақын болса, жыры оның мұғалім. Барлық группалас достарының сөз Жанат Еділқызының құдасы Насуха Жаңайұлына ұсынамыз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп дана Абай ақынымыз айтқандай, Жанат өзінің барлық саналы ғұмырын ұстаздық етті. 52 жыл мектепте мұғалім болып ұстаз болды. Шәкірттердің бойына сапалы білім, саналы тәрбие етті. Біз жаңа құдас деп таныстырып жатыр. Құдасынан бұрын біз әуелі сыныптас, бір сыныпта бірге оқыдық. Артынан енді сол достыққа айналды. Жаңа сөйлеп тұрған бала менің балам. Келініміз Майра сол Жанаттың сіңлісі. Группаластары ел білет сіздерге айтып таныстырып тұрған. Сондықтан құдас деп сөз беріп жатыр. Негізгі сыныптас деп сөз берген дұрыс болар еді. Жалпы Жанатты бүткіл Маңғыстау жұртшылығы біледі. Оның ішінде Жанаттың шәкірттері көбірек біледі. Себебі осы дарын мектебінде Жанаттың шығармашылық кешін ұйымдастырғанбыз. Сол кезде 100-деген шәкірттері келіп, және әрбір 10 жыл сайын шығарып отырған шәкірттері келіп, Жанаттың қандай ұстаз екенін біз өзімізше білеміз деп жүрсек, шәкірттер жақсылап осы айтып берген сол кеште. Әрине, жаңа айтып отыр ғой, сәл жүре тұрса арамызда дұрыс болар еді, бірақ арамыздан кетті, жатқан жері Жанат болсын, Алла алдынан жарылқасын. Мен осы мектептің ұжымына осындай кабинетті Жанат Еділқызына арнағанына
рахмет айтқым келеді. Дұрыс, кейде біз ескермей жатамыз, елемей жатамыз, көзден кетсе көңілден тасалау деп жатамыз. Әлі де ұжымдастар біледі екен, біздің Жанат әлі де елеулі екен. Жанаттың еңбегі өлшеусіз, ол өте Маңғыстаудағы маңдайалды ұстаздардың бірі болды. Кезінде мемлекеттік наградалармен марапатталды. Көкеміздің жолдасы Тамара Қажығалиқызына ұсынамыз. Құрметті әлеумет, баршаңызға бүгінгі үлкен ұстазды ұлықтаған үлкен жиын оң болсын деймін. Шындығында Жанатпенен мына жерде бірге оқыған, мектепте класстас болған, университетте бірге оқыған, группалас болған дос-жолдастарының келіп тұрғанымен бірге біздің еңбек жолында Жанаттың алғашқы еңбек жолын бастаған Маңғыстау ауданының орталығы Шет поселкесіндегі нөмір 2-ші орта мектепте, қазір Береке Жұмабек атындағы мектеп, сол мектепте бірнеше жыл қызметтес болдық, жолдас болдық, бірге жүрдік. Әрине баршаңыз Жанаттың мектепте оқыған кездегі, университеттегі кереметтігін айтып жатырсыздар, қабілетінің жоғары екендігін. Жанат ерекше туған адам, менің білуімде. Ол Жанаттың бойында адам баласына тән ең жақсы қасиеттің бәрі жинақталған. Бірақ оны ол ешқашан айқайлап көрсететін адам емес. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретілген балаға десе, сол ақырын жүріп анықпасқан адам Жанат. Жанат дейтін жаратылысында бір керемет әдемі биязы, сондай өмір бойы сондай бір қыз қылығыменен дейді ғой, сондай қылықтылығыменен жүрген адам. Бірге жолдас болдық, оның қаттырақ сөйлегенін, біреуге қатты ренжігенін, қабағын түйгенін көрген жоқпыз. Сол күйіменен қабағыменен ұғындыратын еді. Одан бала ықтыратын. Ол қатты айқайлабаса да қабағын түймесе де. Ал сабақ кезіндегі оның шабыты, сабақты түсіндіруі, балаға мойындатуы, ол ешбір мұғалімнің қолы жете бермейтін жетістік еді. Жанатты жоғарғы оқу орнына түскен уақытта осы Маңғыстауға белгілі, біз ол кісінің атын қазір айтпасақ, рухтың алдында кешірімсіз болады. Сөз білген жанда қақым бар депті ғой, 18 ғасырдағы Ағылман Шөлек. Сол айтқан Маңғыстаудың маңдайалды математигі болып Жәутіков айтқан, біздің қазақтың бойында керемет ұлы дарын бар, математика мен механикада оны көрсету керек деп. Сол айтқан осы Маңғыстаудағы топ бастап тұрған, топ жарып тұрған, тіпті Маңғыстауды Қазақстанға әйгілі кеткен математик Торғай Шоңқалық дейтін ағамыз өтті. Сол Торғай Шоңқалықтың аты бүкіл Маңғыстау Қазақстанға белгілі болып, жоғарғы оқу орындарына Шоңқалықтың алдынан дәріс алған балалар жоғары жетістікпенен жұрттың аузын аштырып жүрді. Ал Жанат сол Шоңқалықтың шәкірті Озған Тұраш ағадан білім алып. Сөйтіп Жанат оқуға түскенде Маңғыстаудан келдім десе, сен Торғай Шоңқалықтың шәкіртісің ба деп сұрапты. Ол уақытта төкем пенсияға шығып келген кісі бол. Жоқ, ол кісі болмаған, ол кісінің оқушысының шәкіртімін депті. Содан мен андасында Жанатқа айтатын бар, сен Торғай Шоңқалықтың шәкіртісің деп. Сол айтқан Жанаттың оқытқан шәкірттері жоғарғы оқу орындарына түскенде высший математикадан мүдірмей, өздерінің жаңағы керемет білгірлігін көрсетіп, сол жақтан Жанатқа телефон соғып келгенде, каникулға келгенде айтады екен, біздің алдымызға шығатын математикадан бала жоқ, біздің деңгейімізде, группамызда, немесе курсымызда. Енді мен бұл Жанаттың білім жөнінде айта беруге көп болады, бірақ осы тұрған халайыққа, осы тұрған әулетке айтайын дегенім, Жанат адам деген қандай болу керек десе, сол бір адам деген әңгімеге алтын адам дейтінді қосып кеткен адам. Мен өзімнің жүрегімді солай болып қалдым. Жанаттың өзі қандай нәзік кішкентай болса, құшағы сондай кең еді. Бүкіл тумаласын, туысқанын, өзінің әулетіндегі әке шешесіне деген оның құрметі, тумаластарының бәрінің осылардың бәрін жеткізгендегі керемет еңбегін біз көре алдық. Біреуін жетектеп, біреуін көтеріп, садикте апарып, мектепке әкеліп, маңдайынан сипап, бәріне білім алып беріп, бәрін осындай жетістіруде әке шешелердің де рөлі бар шығар. Бірақ Жанаттың
мұғалім ретіндегі, адам ретіндегі керемет жаңағы өзінің бойындағы барлық керемет мүмкіндігінің бәрін беруі бізді таңдандырады. Ал сонымен бірге қатар жүрген жолдасқа, жораға өте адал, сыйлы, керемет адам болды. Енді бір ең үлкен қасиеті оның беріктігі, мықтылығы. Ол мына Менделеев таблицасындағы металдардың ең мықтысы қандай десе, мен Жанаттың мықтылығын айтар едім. Кете кеткенше тықыр білдірген жоқ. Не ауырып жатқан, не басқан, оның бір рет бір қабағын түйіп, менің жағдайым келіспей тұр деген естімеппіз. Ол сондай керемет алтын адам болды. Сондықтан бұның атағы, бір адамның аты қалу керек болса, Жанаттың аты қалу керек еді. Соны біздің көкірегіміздегі сол ойымызды мінекей бүгін орындап тұр деп есептеймін. Бұған мұрындық болған тумаластары, қанат құйрықтары, мінекей сіңілдері, інілеріне, тумаластарына үлкен рахмет айтамын. Бұл міндетті түрде болуға тиісті нәрсе еді. Мектептің рұқсат еткеніне де үлкен рахмет. Енді менің тілегім қазір осы жерде ойыма келіп отыр. Бір кезде Жанатқа Шолпақтың шәкіртісің ба десе, болашақ осы кабинетте Жанаттың оқытқан шәкірттері келіп, балаларға сабақ берсе екен. Сол күнге жетейік. Ары қарай Жанаттың салған жолы жалғаса берсін. Баршаңызға сөз дарынды балаларға арналған облыстық мамандырылған мектеп-интернатының директорының міндетін атқарушы Нұрбергенова Рысгүл Нұрбергенқызына ұсынамыз. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгінгі біздің мектепте ашылып жатқан кабинетімізге куәсі болуға келгендеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Жақсының аты ғалымның хат өлмеді дегендей, Жанат апайымыздың ғұмыры қысқа болса да, артында өшпестей із қалдырды. Біздің жадымызда, шәкірттерінің жадында өнегелі істерімен, жақсылығымен, ұжымдастарының арасында жылылығымен мәңгі жадымызда деп айтқым келеді. Осы жобаны кабинет ашамыз деп Майра сіңлісімен құрбысы келіп кабинетімізден мектептен кабинет бөлсеңіз, осы апайдың құрметіне кабинет ашқымыз келеді деген уақытта өте қатты қуандық, келісімімізді бердік. Енді айтқым келгені, осы кабинетте дәріс алып шыққан оқушыларымыз Жанат апайымыз сияқты өнегелі, білімді тұлға болсын дегім келеді. Апайымыздың жаймашуақ мінезі есімізде, шәкірттеріне берген жылылығы ұжымдастардың арасындағы беделі есімізде, дәл сол қалпында есімізде сақтаймыз. Және сол апайдың құрметіне ашылып жатқан кабинет құтты болсын дегім келеді. Келесі сөз 1986 жылға көкеміздің түлегі бітірген Оспан Аязбайұлы алғашқы шәкірттердің атынан. Армысыздар көпшілік. Біздер 1986 жылы Шетпе поселкесіндегі нөмір 2 мектептің түлектеріміз, 1969 жылы туған оқушыларымыз. 4-ші кластың басынан бастап 10-ші класты бітіргенше Жанат апайымыз бізге класс жетекші қызметін атқарды. Апайымыз енді әділдіктің символы ретінде есімізде қалды. Оның әрбір айтқан сөзі қазақтың мақал мәтелімен аяқталатын еді. Әрбір үйреткен ақылы барлығын осы қазақтың мақалымен мәтелімен жеткізетін еді бізге. Сол айтқан әңгімелердің барлығы әлі күнге шейін жадымызда. Біз енді ағыласы болдық. Ағыласы әрқашанда алда деп мақтан ететінбіз. Енді параллельно Б деген класслар болды, бірақ олардың да класс жетекшілері ешқандай тұрақты болған жоқ. Жыл сайын ауысып тұрды. Ал біздерде енді апайымыз жаңа айтқандай тұрақты бастауыш класстан қабылдап алып, мектепті бітіргенше жетекшілік қызметін атқарды. Мына апайымыздың атына арналып отқан кабинетті ашып жатқан ағайын тумаластардың атынан Сергаға өзіңізге сөз ұсынамыз. Ассалаумағалейкум, қадірлі әлеумет.
барлық тумаластар, құда жекжаттар, дос жарандар, мына алыстан келіп апамыздың өткен өмірден естеліктер айтып отырған, бірге оқыған достары, Алматыдан келген барлық осы Дарын мектебінің ұжымы, барлық көпшілік бүгінгі міне өздеріңіздің шын ниеттеріңізді білдіріп, осы апамыздың құрметтеп, сол сыйластықтарыңызды, шынайы ниеттеріңізді көрсетіп, осындай келіп жатқан қадамдарыңыз тек жақсылыққа болсын, сауапқа болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Бәріңізге де осындай үлкен біздің апамызды істерін айтып, жақсы естеліктерді айтып жатырсыздар. Алла разы болсын бәріңізге де. Ал мына ең бірінші осы апамыз енді тас түскен жерде ауыр дейді. Бәрі де Алланың қалауы. Әрине ешкімде өздерінің жақсы болған жақсы көреді, бірақ Алланың қалауына ешқандай таласуға болмайды. Соны апамыз бірден ойламаған жерден енді кетіп қалды десек болады. Себебі ешқандай жаңа достар айтып отырғандай білдірткен жоқ, керек болса тумаластар да білген жоқ, ондай қиын ауруының бар екенін. Бірақ енді Алланың бұйрығы солай болды. Содан кейін жүз өткен кезде оған дейін де қаншама достар келіп, жақсы сөздерін айтып, осындай апамыз туралы біз білмейтін көп нәрселерді айтқан кезде біз апамыздың біз білмейтін қырларының азаматшылығын көріп, соны көңілімізге түйдік. Кейінгі ұрпақтарға да әлі де соны жеткізіп өтетін шығармыз. Сол кезде отырып, осы тумаластар отырғанда, ал осы апамызға барлық достары жақсы сөздерін айтып жатыр, соны бір кітап қылып шығарса қалай болады екен, бір естелік қылып қалай болса қалдырса болады екен деп тумаластарға жалпы сөз қозғап едім. Мұратбек дейтін жиеніме ал өзің баста, мына Майра қарындасың бар, Әлқуат күйеу бала бар, ортаға араласып жүрген азаматтарсыңыз. Енді елге белгілі тумаласқа да азды көпті ұйымдастырсаңыз жақсы болады деп едім. Алла разы болсын. Барлық тумаластар соны аяғына дейін жеткізіп, ол ұсынысты мына Дарын мектебінің ұжымы қолдап, сіздерге Алла разы болсын, істеріңізге сәттілік, шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздер де осы апамыздың жақсы дәрежесіне жететін азаматтар, тек қана біздің Маңғыстаудың емес, бүкіл қазақ елінің туын көкке көтеретін шәкірттеріңіз көп болсын. Сол қызықтап бірге жүре берейік. Міне бүгін енді кабинет ашылып жатыр. Жаңа бүгінгісі енді бір жыл деген бір күнгідей болмай өте шыққан екен. Бүгінгі садақада енді кітаптың да тұсауы кесіледі. Сол кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалатын, сөйтіп осы біздің Маңғыстаудың жаңағы Тамара апамыз өте жақсы айтып кетті. Біз бала кезімізден әкемізден естіп өскенбіз. Торғай Шоңқалып дейтін әкемізді, атамызды. Сол кісінің енді шәкірттері сол кісіні алдына ту қылып, оның артындағы жаңа Тұраш ағаларымыз, осы Жанат апаларымыз солардың жалғастырып, шәкірттері көп болып, Маңғыстаудың абыройы, қазақ елінің абыройы аса берсін. Рахмет бәріңізге. Қазиева Жанат Еділқызы мектебіміздің ұлағатты ұстазы атанған беделді, абыройлы, жоғары деңгейлі математика пәнінің қыры мен сырын меңгерген мұғалім. Ол 1992 жылы жемісті еңбек үшін Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің құрмет грамотасымен, 2006 жылы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен, 2011 жылы Маңғыстау облысы әкімінің құрмет грамотасымен, білім берудегі қол жеткізген жетістіктер мен нәтижелері үшін математика пәнінің жоғары санатты мұғалімі, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің Ыбырай Алтынсарин белгісімен марапатталған. Енді міне ана ұстаз, дана ұстаз деп бүгінгі осы мектептің математика кабинетінің тұсауын кесеміз. Лентасын дайындайық. Серік аға. Баршагүл апа, жақындасаңыз.
Қолыңыз құтты болсын. Жанат көкемізге Ал құрметті қонақтар, арналған дарын мектебіндегі математика кабинетке кабинеті кіріп, ашылды. арнайы жасақталған Маричка. Сәлем бердік. Оң болсын ал. Сәлем бердіктер, оң болсын ал. Бақыт. Қазақ халқы талапты халық. Біз математика мен механика ғылымдарын назарымызды аударуға тиіспіз деп жауыздықып дауымыз айтып кеткендей, математика әлемі біздің Жанат көкеге арналған керемет стенд. Ол Жанат көкенің достары, группаластары. Ұстаз ол емес, алған грамоталары, керемет дарын мектебіндегі кабинет ашылып жатыр. Керемет, оның үстіне қуаныштымын. Бірге жұмыс істеген, жастық шағымызда бірге өткен Саяпаймен кездестік. Ал енді қуаныштымын. Апаймен жұмыстас болдым бәлен жыл. Апай керемет адам, жалпы өте керемет адам. Бүгін еще Сәлиманы көріп, көптен көрмеген қуаныштың үстіне қуаныш. Ал құтты болсын. Жақсылықта келсек, жақсылықта келсек. Мына сөзіміз әке алып ана жазушы апайға айтшы, мына ұстазды жөндесем бола ма деп. Болады деп Еңбек Алладан қайтсын. Иә, еңбек Алладан қайтсын. Аллаға шүкір. Әдемі. Аллаға шүкір. Ләйланың досталарын жасаған. Жанат көкеміздің керемет математика кабинеті ашылды. Қазір сол жерде тұрмыз. Қуанышымызда шек жоқ. Жанат көкеміз өзі жұмыс істеген кабинетінде осындай атақ алып, ұстаз деген керемет уағызды есімді құрметтегеніне, коллективіне ұжымға өте үлкен алғысымыз шексіз. Алла тағала Жанат көкеміздің аты шарапын ұстап, оқушылары, шәкірттері көп болсын, тек жақсы күндерде кездесейік. Жанат көке жатқан жері жанат.